Кеш жарық достар, кеш жарық жайдарман сүйер қауым. Қайтадан өзіміздің жайдарманға оралдық. Бүгін үшінші кезең. Осы кезеңде біз ширек финалға жолдама алатын командаларды нақты анықтайтын боламыз. Яғни командалар биылғы маусымға толық дайын деген сөз. Ендеше бар жанарды жаулаған жайдарман ашық. Қымбатты достар, биылғы маусым ашарға 200-ге жуық команда келді. Олардың ішінде 30 командаға жайдарман топқа қатысуға мүмкіндік бердік. Әр кезең сайын командалар трейвел жобасына жолдама алды, ал 14 команда олар осы үшінші кезеңде бақ сынайтын болады. Ал 14-тің жетеуі, яғни алғашқы топ қазір алдарыңызда. Біз бірінші сайысымызды бастаймыз. Бүгінгі сайысқа түсетін командалармен таныс болыңыздар. Тәжірибелі топ, Орал қаласы, Европолис. Тағы бір тәжірибелі топ, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қарабау ауылы, Қарабау құрамасы. Шығыстан келген команда Семей қаласы, Әуезов құрамасы. Осы маусымда ерекше көзге түскен топ жас команда Ақтөбе Суит. Былтырғы маусымда ұлттық лигада өнер көрсетті, биылғы маусымда жайдарман топта Тараз әдеби жігіттер. Бірнеше белгілі топтан құралған проект СЮ Алматы. Араға жылдар салып абырой жинаған Шымкент қаласы, Абырой құрамасы. Өткенде бір танысым сұрады, неге кино маусымы, биылғы маусымға түскен балалардың барлығын киноға дайындап жатырсыздар ма деді. Мен я дедім. Биыл сондай тек қысқа нұсқа жауап беруге тырысып жатырмын. Марат Қамбарұлы, кешіріңіз. Сіз жоқ кезде біз осындай экспериментке көшіп жатырмыз. Олай болса, қазір алқасымен таныс болайық, себебі Маратты бекер айтқан жоқпын. Қазір оған да келеміз. Бүгін қазір алқасында алғаш рет, тұңғыш рет бүгін бет ашылып жатыр. Қазіргі таңда көптеген жобалардың және кинолардың автор, сценаристі, продюсер. Енді ол кино бола ма, болмай ма, бірақ ол жігіт ортамызда. Күлтегін Бұхар Марат. Жаңа қандай киноны айтқанды білесің бе? Таптым ау сені ғой. Тоқтаттыңдар ма әйтеуір? Сөйтіңдерші. Белгілі тележурналист, Қазақстан футзал қауымдастығының президенті, жайдарманда екінші президент Нұрсұлтан Құрман. Бұл жерде Нұрсұлтан Құрман бар. Бұл жерде Нұрсұлтан Құрман бар. Бұл жерде Нұрсұлтан. Аманат партиясы жанындағы жастар рухы жастар қанатының жетекшісі, алда үлкен майдан, Ақерке Искандерова. Негізі тек бір бағытта ғана әріптеспіз. Әйтпесе бұл кісінің біраз жерде маған әріптестеуге келмейді. Жайдарманның 2011 жылғы чемпионы, менің шәкіртім Аралас Ғалым Махамбет. Аралым арман тоз екен, аққулар қайта қонса екен, ұл қыздарының санасы теңіздей терең болса екен. Ой, шатастыр жібердіңдер ғой. Жайдарман өз ардагерлерін ұмытпайды, ардагер жайдарманшы
тұңғыш чемпионымыз Марат Қамбарұлы. Не жүріс, бұл не жүріс, ой мынау не жүріс, үйлен деп маған ұрсып жүр күнде мамам. Негізі рекордты жаңартамыз, ешкім жете алмайтындай. Дұрыс. Сәттілік. Бәрекелді. Жайдарман сайыстарына қолдау көрсеткен үшін 12 маусым бізбен бірге Аманат партиясы жастар рухы жастар қанатына Жайдарман атынан өз алғысымызды білдіреміз. Бастаймыз. Ортада Семей әуезов құрамасы. Қызықты концерттерге билеттер, кино мен спорттық ойындарға билеттер, азық-түлік сатып алу, жол билеттері және турлар. Осының барлығы енді бір қосымшада. Freedom Super App, бәріне ыңғайлы. Құрметті көрермендер, біз Семейден келдік. Сіздерге Семейді жақсы көрудің 7 себебін айтайын. Бірінші себеп Астанаға жақын, көшіп кеткенге ыңғайлы. Екіншісі Бәйтерек, үшіншісі ЛРТ, төртінші Абу Даби, бесіншісі Хан Шатыр, алтыншысы еліміздің астанасы, жетіншісі Семейге жақын үйдегілерді саңыздан барып тұрасың. Ассалаумағалейкум жерлестер! Жайдарман топ. Алдыңғы ойында жоғарғы бал 6 болды. Осы ойында жоғарғы ұпай 7. Жайдарман айтыс болып бара жатқан жоқ па? Бара-бара 10 деген бағал финалда кобальтпен қайтып бара жатыр ме? О, міне қазылар алқасына Нұрсұлтан Құрман ағамыз келіп отыр. Нұреке, қош келдіңіз. Сізді Жайдарманда көргенімізге қуаныштымыз. Құр футзалмен жүрсеңіз, эфирсіз қалушы едіңіз. Енді олай айтпасаш, қазір ренжіп төмен баға қойса қайтесің? Маған немеге ренжитін? Мен әзілдеп тұрмын ғой. Мен емес қой эфир түсірмей жүрген. Оны енді ашуланбай өзіңіз ақылмен шешесіз ғой. Ернұр, осы неге Freedom App қосымшасына кірген сайын қайта-қайта пароль сұрайды? Мысалы маған қиын. Ақерке Искандырова әлемдегі ең сұлу қыз дегенді латыныш әріппен жазған. Басы істей ма? Айттым ғой, бүгін көңіл киім түсірмеш деп. Бүгін мен 3-ші мәрте әке атанып отырмын, біле білсең. Ғалым ағам секілді көп балалы әке болғым келеді менің. Қайтесің көп балалы әке болып? Неге? Жүресің сандалып, үйің жоқ. Одан да Баян Мақсат қызын итіп осыршы. Зато үйің бар. Рахат емес пе? Ойлашы. Күнде Динара Сатжаннан қалған салаттар дейсің. Кешудің қыздарын живой көресің. Рахат емес пе? Күнде ішкенің Макси чай. Бірақ жер жаман Баянның иті болған. Несі жаман? Тұрсын Алакөз күнде тикток түсіріп ұйқы бермейді да. Ойын басында дайындаған әнің бар ма сенің? Жігіттер, ренжімендеші, мен ән дайындауға ұмыт кеттім. Онда менде бір жақсы рецепт бар, мен айтып отырам, сен дайында. Басына сәл қанайдан қосып жер. Айли. Енді бір Ирина Кайратовнадан салып жер. Жамау үнжіканжа. Соңғы жағында бір Әділет Жауғашардан қос. Айбе. Енді араластыр. Есен аға біз үшін ловис, оған сынады Женнифер Лопес. Нұрсұлтан аға салады сторис, өйткені ода көп фанат. Ақеркенің көздері кари, оған жазады комментарий. Жотам, кездесейік, қымыш педік па? Ағамыз біздің Марат, бәрі жинат, сен ғана қал. Сонымен көреміз, караокеде әннің сөзін өзгертіп айтатындар болады. Досым бар менің Семейде, Ернұрде. Алло. Алло, Жан, қайдасың? Пирамидада. Тугистан қарап отырмын ғой, ары бері не істеп жүрсің? Қуасың ба, көен ойнап жүрмін ба? Go ahead, girl, won't you stop? Yeah.
Біздің көрінісіміз Ақерке Искандерова ханымның сөмкесінің ішінде. Басымызға бақ қонған Алла қалап, бақытты бағалаған ол да ғажап. Аспан асты жер үстін тойып жүрген ассалаумағалейкум арма қазақ, Ақерке ханым сумкасына қош келдіңіздер. Басың істей ма сен? Сен тамада емес, помадасың ғой. Тыныш тұршы. Осы саған не айтсаң да жақпайсың айту. Кірмейсің деймін саған. Крем. Кірмейсің деп тұрмын ғой. Крем де шығам. Қойшы кірмейсің болды. Кім анау? Ой, крем для рук қой, крем деп болмайды. Сен бізге вообще қатысың жоқ қой, неме істеп жүрсің? Қалай қатысым жоқ? Қазір Ақерке ханым аяқ астынан спутникқа баратын болса керекпін ғой мен. Мені ғой сен өзіңді айтсашы, таза көзбояушылықпен айналысасың ғой сен. Қайдан келе жатсыңдар екеуін? Жаңа акиматтың жиналысынан шықтық. Екеуміз сиіспай келе жатырмыз. Неге? Мынау дәптерге бет алып нәрсені жазып. Мынау кім ей? Невидимка ғой бұл. Сол көрінбеген жерде жүре береді? Жігіттер енді ақыры жиналып қаппыз. Ақерке ханымға бір алғыс айтайық. Сенің көзің түпсіз терең, тұңғиықтан жаралған. Шашың сенің жан баспаған, жапандағы қар орбан. Қас кірпігің қарлығаштың қанатындай қап-қара. Шиедейін еріндерің қызарып тұр шоқтана. Рахмет. Сөз соңында құрметті Ақерке ханым, Семейдің жігіттері рұқсатсыз сумкамды ақтарды деп айып етпеңіз. Просто сумкаңыздың ішін біраз аралап шығайық дегенбіз ғой. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Қайнар Алагөзовтың сүйікті командасы Әуезов құрамасы. Рахмет, Астана! Көп рахмет. Әуезов құрамасы Семей қаласының әкімі Әділет Қожамбаевқа өз алғыстарын білдіреді. Жалғастырамыз. Ортада Ақтөбе Суит. Ақтөбелік болған соң ба, Есет Азамат ағалардың ойынын еске салады. Ментал ұрып тұр. Фемиданың қыз версиясы. Фемиданың қыз версиясы. Ұқсаймыз ба? Суитпіз ғой! Барлық айдар! Бізді Фемиданың қыз түреген деп! Өзімізді естіміз бұлай қарап тұрсақ Ақтөбелік ағалар ғой! Не десең де жаны жайса жағалар ғой! Коко Джамбо, байландыро! Не айтып кеттіңдер? Үнемі істесіңдер. Маңызды ойынға келгенде шайып кетесіңдер. Бүгін 1-8 финал. Дұрыс әңгіме айту керек. Дұрыс әңгімен миски артындасын! Қыздар! Ахай міне! Батыстан келдік. Батыста білесіңдер, бес қонақ өтті, құралай салқыны болып жатыр. Сондықтан байқадыңдар ма, тас лақтырғанның бәрі ауырып жүр, е? Тас лақтырсаң ауырады ғой енді. Чё за вопрос? Есет, Карина! Бүгін 1-8 ойын болғаннан кейін халыққа ешкім көріспеген затты көрсетейік. Мені кіндігім... Қыздар болды, қойыңдар, шыңдар шобырзан. Мына отырғандарда өліп баратыр ғой, көргісі келіп. Бірақ рахат екен. Келесте тағы да бір күшті командаға теңеңіздерші. Ату ма? Түс көрдім ғой мен. Әне! Әкет! Пакет! Салапан!
болдық. Я, өздеріне сенімді суит қыздарыңыз тағы да алдарыңызға келді. Бір сұрақ қыздар, залда Реал Мадридтің фанаттары бар ма? Қайтпайсыңдар, Қыздар, байқадыңдар ма? Зал салқындап тұр, я? байқадым. Мен ғой мятный сағаш жинап тұрған. Кәмшат, сен қуасың ба, не айтып тұрсың? Әр ойын сайын ұрсып шаршадық қосаған. Түсінбейсің ба, Жайдарман топтың 3-ші кезеңі болып жатыр. Не болып жүр саған? Білмеймін, өзімде түсініп жүрген жоқпын. Эмоциямды бақыстарға алмайым, бір затты тез үйреніп, тез шаршақ балам, телефон қарап жата беретін болғам. Маған қандай адам жолғады екен? Мынау альфа-ұрпақтың белгілері ғой. Онда саған өзің сияқты альфа-ұрпақтық жігіт бұйырады. Нормальды ғой, альфарды бар жігіттерден ича? Ойындаған дауа жоқ қыздар, тіпті басымда ауытты мынау. Нани қалай ойнап жатыр? Шіріп жатыр. Бәрін қоя беріңдерші қыздар, бүгін қазылар алқасында кім келіп отырған білесіңдер ма? Кім келіп отыр? Өзіміздің әр ойын сайын шығаратын 6-шы игрок Ғалым ағамыз келіп отыр. Бәсе қыздар, айналамыз неге құлпырып, жылып болып тұр десем көктем екен ғой қазір. Жемді берсең атқа бер, ғұрқып жібереді. Ғалым ағаға суитті берсең айналдырып кереді дейсің ғой. Өлтір жүргенсің ғой қыздар. Спорттық жүріс қой, спорттық жүріс. Әдемі екенсіңдер? Енеше алдарыңызда ақтөбелік қыздарыңыз. Ақтөбе ғой, Ақтөбе! Біз көрініс ойнап отырғанда біздің 6-шы игрогымыз қарап отыра ма? Сондықтан Ғалым аға, сізді бола ма сахнаға? Галюк! Суиттеп соқсын жүрегің, суиттеп соқсын жүрегің. Ерулердің айы салмай, ең көтерен көже шалмай. Суиттеп соқсын жүрегің, суиттеп соқсын жүрегің, суиттеп соқсын жүрегің. Сонымен көреміз, менің атым Қожа фильмі біздің нұсқада. Қожаның рөлінде Ғалым ағамыз. Кең жазиралы даланың жайма шуақ күнінде Қожа ауласында өзімен өзі 3 рет гір тасын көтеріп дайындалып тұрады. Қожа отырмайды, Қожа тұрады. 3 рет гір тасын көтереді. Көтереміз. Қожа бір қызығы үйінде де Жайдарман топқа қазылар алқасына баратын сияқты киініп жүреді екен. Сол сәтте бұзау қуудың орнына ақақу-сақақу, ау-мау Қожаның үй жағына Жанар келеді. Бері кел, ұсталасам, аямай. Сөйтіп Қожаны көрген Жанар Қожадан ұялып, өзімен өзі сулифа ойнап кетеді. Жанардың қисынсыз әрекетін көрген Қожа өзінің білімді екенін көрсеткісі келіп, ағылшынша қиын сөз айтады. Oh my god. Яғни Қожа ағылшын сабағын коридорда оқыған екен. Сондықтан Қожа сасқаннан тағы да 3 рет гір тасын көтереді. Қожаның шаршап тұрғанын көрген Жанар, Қожа, болды қойшы деймін, Қожа. деп
аяп тоқтатуға тырысады. Болды, қожа, қойшы. Жоқ, олай емес Жанар. Дайындықта дайындалған едік қой. Сондықтан да қожа, болды қойшы деймін. Қожа, болды қойшы деймін деп айтады. Қожа, болды қойшы. Ой, не деген игровой, галёш қылып киіп алайын ба? Қожа Жанардың сөзіне құлақ асып, демалып отыра тұрады. Уф, демалдыңа өтер қожа. Осы сәтте құрбылары көптен көрмеген Жанарға келіп, піш-піш әңгіме айтады. Қожа олардың піш-піш әңгімесін түсінбей, сасқаннан 3 рет гір тасын көтереді. Қожа отырмайды, қожа тұрады. Сол сәтте Жанардың құрбылары Жанарды өзімен бірге шақырады. Бармаймен, не деп күттіңдер? Жанар бармайды, себебі Жанар кешудің алтын құрамына кіргісі келмейді. Сол кезде қожа Жанардың бармағаны тәнті болып, Жанар үшін тағы да 5 рет гір тасын көтереді. Себебі қожа таң қалғыш еді. Бұны да галёш қылып киіп алатын екен. 5 рет көтеріп болып, Жанардың сұлу көздерімен қарап тұрғанына қуат алып, қайтадан өзінің жалғыз істей алатын заты әрине гір тасты 5 рет көтереді. Шаршамаймыз, көтереміз. 5 рет көтергеніне күллі халық шапалақтайды. Қожаның көтеріп тұрғанын қызық көрген Жанар гір тасты өзі көтергісі көріп келеді. Қыз баласына қалайша гір тасты көтергісі қоям деп, намыстанып, бұндай оқиғаны көрген үшін өз-өзін жазалап, гір тасты 100 рет көтеріп тастайды. Тоқтат, Медина. Енді мынау 6-шы игрогымыз дегенде қиын қылып гір тасты көтергізіп қоймайтын шығарсың. Қазақстанның демографиясын көтеріп атқанда 7 килограммда гірді көтеру сөз емес шығар енді. Қазір бізге еще 7 көтереді. Рахмет қалмаға, орныңызға отыра берсеңіз болады. Жаным менің жылы сөзім бір саған айтылады. Жаным менің әрбір күнім өзіңнен басталады. Жаным сенің мөлдір көзің ғарышқа барады. Жаным менің бар өмірім өзіңе арналады. Рахмет. Қыздар, бүгінгі ойында жалғыз қыздар командасымыз ғой. Өтетін шығармыз, иә? Бірақ өтпей қалсақ не істейміз? Уайымдап тұрмын ше. Тым уайымдама. Жайдарманның демеушісі Freedom Super App'тың эмблемасының түсі қандай? Жасыл. Біздің формамыздың түсі қандай? Мен көріп тұрған жоқпын қыздар. Жасыл. Онда бізге келесі кезеңге өтуге де жасыл ғой қыздар. Сіздердің алдарыңызда болған суйтида. Типа Фемида деген сияқты ғой. Рахмет, сүйікті көрермен, біз сіздерді жақсы көреміз. Суит командасы Құдайберген Жуанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің ректоры Лаура Қарабасова ханымға өз алғыстарын білдіреді. Жайдарманның осы маусымдағы бас серіктесі Freedom Ticket-он кино, концерт, спорттық ойындардың билетін енді бір жерден сатып алуға болады. Билет алу бұрын соңды дәл осылай оңай болмаған. Freedom Ticket-он билет сататын сервис емес, бұл сізге жарқын әсер сыйлайтын афиша. Ортада Қарабау. Әрең жетістім ғой. Қарабау ауылынан келдік. Құрметті достар, қуаныш жаңалық. Біздің ауылымызға ChatGPT келді. Ауылға кім болса со келе беретін болды ғой. Ондай нәрсе емес, адам емес тупо. ChatGPT дегеніміз кез келген сұраққа жауап бере алатын приложение. Анау бәрін біледі ғой. Бәрін біледі. Бәрін білсе Серікбай Матарис ғой. Ол да бәрін біледі ғой.
Иранда бар ғой, Ормуз бұғазын жабады деп 2 күн бұрын айтты ғой, жапты ғой. Сен түсінбей тұрсың. Ол дейтін жоқтан бар жасайды ғой ChatGPT. Не қыл деп тұр, Серікбай да сондай ғой, Nissan Primera'ны қолдан құрап алды ғой. Не түсінбейсің, ол 3 сұрақтан ары қарай ақылы болып кетеді. Енді Алишер жанау сол ғой, енді Серікбай мотористе сондай ғой. Бірінші күн апарған күні былай қарап береді, одан кейін шай темекісін бермесе қарамайды ол. Ассалаумағалейкум, Қазақстан! Майдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жанымдай. Құрғырды, не айқайлайсыңдар? Керең адам бар ма не командада? Айқайламандар, Жайдарманды өйті ойнамайды ғой. Сендер Жайдарман жап дұрыс ойнамайсыңдар, әлші білесің бе? Жайдарманда мына халыққа құйтырқы болу керек. Құйтырқылық керек мына жерде. Мына халықтың ойламай отқан нәрсесін айтып болу керек. Тұрасында, мысалы мен шығам да өйті айтам. Халық қарап отыр ғой маған, тұрам да. Әлем жаңалықтары деймін халыққа қарап. Халық ойлайды, мынау әлемнің қай жаңалығын айтайын деп отыр. Әлемде не болып жатыр екен деп ойланып отырады ғой. Мен тұрамда 91-дағы әлем олды болды дей салам мысалы. Вот көрді, құйтырқы. Әккімін ғой, мен көрдің бе? Әккімін ғой. Байқап түсің бе? Бұл сондай жер ғой, мына халықтың ешқайсысы ойламай отқан затты айтып қалу керек те, Жайдарман деген сол. Тұрамда халыққа қарап тұрам. Оқтау деймін ал. Ал, кім ойлап отыр оқтауды? Мына ешкім оқтауды ойлап отқан жоқ қой. Бүйт тұрамда Атыраудың ауасы дей салам ал. Атыраудың ауасы кім ойлап отыр мына жерде? Атыраудың ауасын ешкім ойлап отқан жоқ. Былай да оны ешкім ойлап отқан жоқ қой жалпы. Көрдің бе? 2 мағынасы бар. Атыраудың ауасын ешкім ойлап отқан жоқ. Былай да оны ешкім ойлап отқан жоқ. Көрдің бе? Сонда әккілік деген осы ма? Ақиқат дейтін, ақиқат. Көктемеді жетті күз келе, сарғайып тұр дала гүлдері. Тестостерондары 1% қалғандар? Мырзам, сізге қатысты емес бұл әңгіме. Бәсе, сен менің тестостерон білесің ғой? Мырзам, сізден сұрануға келіп едім. Айдана екеуміз туған күнге барып келейік деп едік. Барма демеймін, бар. 11-ден қалма. Ұзын күй, ер жігіттің көзіне тіке қарама, қызғанам. Жарайды, мырзам. Аяулым. Мырзам емес? Жігіт көрсең не, сызылып қаласың? Сен папаңның өзін Асылбек деп атымен айтасың ғой? Ойбай, басым ауырып кетті ғой. Не болып қалды, мырзам? Басым Сақина ұстақ балды деймін. Айдана, не істейін енді? Басым Сақина ұстақ балды деймін. Мына Сақина екен ғой. Сүйген жүрек, өмірдегі тірек. Айдана! Екі ағайудың махаббаты басталды ғой, тезірек бастаңдар! Тапа! Тапа! Әкет! Сонымен көреміз достар, ауылдың баласы Алиса сатып алыпты. Алиса жан. Привет, чем могу помочь? Пара. Мына Қашаған ақынның ел аралап жүрген кезі болса керек, бір ауылдың қарасына жолығады. Сөйтіп қой қоралап тұрған жігіттердің жанына барып, мен бір құдай қонақ едім, жататын үй сұрайды. Сөйтіп жаңа жігіттердің ішінде біреуі біздің Әлихан Құсан Күшкіште болса керек. Құдай қонақ болсаңыз, Есқали деген сұпының үйіне барыңыз, сол құдайына қараған үй дейді. Сол Алиса тыңдап отырсың ба? Сол жаңағы әйелінің үйіне барған кезде бір жыр термесі бар, соны қосшы ғана. Не найдено. Мынау Серікбай мотористен жаман ғой мынауға. Рахмет. Сонымен көреміз, жастары біразғы келсе де трендтен қалмайтын отбасылар болады. Сонымен гендер патиде. Ал, бірінші бала емес. Бір екінші бала болса да ештеңе емес еді. Үшінші болса да құрсын ештеңе емес. 8-ші баланы істейін деп тұр қал. Нал деп тұрсың? Балдар, видеоларың дайын ба? Нал деп тұрсың? Видеоларың дайын ба? Жұрттың бәрі түсіріп атқан тренд емес па? Жаш тез бол. Жарамыз ғой. Видеоларың дайын ба? Дайын.
Ал қазір жарамнадан көк шығады ал. Ей, көк шығатын неге айтып тұрсың? Ол деп айттым ба? Ей, жарғанда көрмейсің ба? Істемей ақ қойсын. Біз кейде мультфильмді кішкентай балаларға арналған құрал деп білеміз, бірақ ол арқылы үлкен проблемалар шешуге болады. Сонымен көреміз. Саяхатшы Дара мультфильмі біздің нұсқада. Сәлем достар, менің есімім Саяхатшы Дара. Бүгін сіздермен бірге біз Атыраудың экологиялық проблемасын шешетін боламыз. Ол үшін ең бірінші маған кім керек? Дұрыс, менің досым Боти маймыл керек. Өзің маймыл, Басыш болм. Достар, Боти досым бар. Енді жолға шығу үшін бізге не керек? Не керек? Қорғырды қақсатпай айтылсыншы карта деп. Бәрі бетіңе қарап отыр ғой. Дұрыс, карта керек! Мен картамын. Мен сіздерді түзу жолға салам. Қой, шырам, карта ойнаған адам түзу жолға түскен көрген жоқ ма? Менің екі құрдас балам соң артында жүр лудаманы. Мен сіздерге жол көрсетем. Мынандай карта ма? Онда нормально. Достар, карта келді. Енді бізге жүк салатын не қажет? Не қажет? Ей, Дара, мыналар саған көмектесейін деп отқанымдар емес, тіке айтайын мен. Жолдырма деді, ұрамайсың. Дұрыс, жолдырма керек! Мен жолдырбамын. Жолдырма болады екен, алай. Тым жақсы екен жолдар. Сені тағып алайын ба сені, Мен сені бақты қастап кетейін ба, Не бар ал жолдырмақ ішінде? Менде бақыт бар. Ана, бақыттың ішінде бәрі бар дегендегісі ғой, түсінсіңдер ма? Давай, басқа не бар? Ең қажетті Атыраудың экологиясын құтқаратын таза ауа бар. Осы ғой керегі. Достар, тыныш сақтаймыз. Бізге қазір алаяқ келе жатыр. Онда Каспий Голдтың 3 санын айтып қоймайық. Жоқ, достар, қазір алаяқ кетір. Бәріміз бірге алаяқ ұрлама дейміз. Алаяқ ұрлама дейміз. Алаяқ ұрлама дейміз. Қап, ауаны алып кетті ғой. Ай, қасқа қыз өзіңнен де бар да, алаяқ ұрлама деп қақсап тұрсың. Мана ұстап алатын жерің ғой. Қап, енді Атыраудың экологиясын құтқара алмайтын болдық. Ей, Дара, сен өйтіп көңілің түсірме. Мына мультфильмде сенен басқа адамға ауа қызық болып отқан жоқ, ойлап отқан жоқ ешкім. Көрдіңіз бе? Мультфильмде ешкім ойлап отқан жоқ. Атыраудың ауасын былайда ешкім ойлап отқан жоқ. Қойтырқылық қой, көрдіңіз бе? Әккілік деген осы ма? Ақиқат бұл. Көрдімде құлап қалдым, бір көріп ұнап қалдым, сиқырлы сезім әкетті, әлемнен жырақтадым. Көрдімде құлап қалдым, бір көріп ұнап қалдым, сиқырлы сезім әкетті, әлемнен жырақтадым. Жігіттер, барлық командалар сияқты қазылар алқасына біздер әзілдеспейміз бе? Олардың проблемасы қазылар алқасымен шығар, біздікі басқа ғой. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен кішкентай ауылдан шықса да үлкен мәселелерді айтқысы келетін нағыз ауылдың балалары. Рахмет, Елорда! Жүре бер алыста, мейлі болмарыста, сені сағыну үшін кедергі емес маған ғарышта, сонша алыспа, ауылың Қарабақ орамасы гидравлик АЭС басшысы Сенбай Ахметұлына, сондай Қызылқоға ауданының әкімдігіне өз алғыстарын білдіреді. Жалғастырамыз, ортада Алматы проект SU. Медина, жайдарманың басталуына әлі 5 күн бар ғой. Босқа отыра береміз ба? Киноға барып қыдырып қайтайық та? Барсақ барайық. Онда мен кассаға барып билет алып қайтайын. Керек жоқ, Не істейсің, Фрейдім суперап тұрған жоқ па? Ашасың, кіресің, киноға билет аласың. Тез әрі оңай. Еще кэшбэк береді ғой. Астана! Наушнымен тыныш. Мый жек қойдың ғой сен? Жігіттер, мен осы ойынға келер алдында ұйқымнан тұрдым, бетімді жудым, айнаға қарадым, шашымды тарадым. Не істедің, садикке бардың ба сосын? Ассалаумағалейкум, Қазақстан! Мен кеше алтын балық ұстап алдым ғой.
Сосын не сұрадың одан? Қасына пиво сұрадым. Сен жынсың ба, неғып пиво сұрап жүрсің? Просто магазинда бермей қойды. Алтын балықтан сұрай салдым. Жігер, сен осылай ішіп жүргенде уақыт зымырап өтеді де кетеді. Жігер ішпесе де уақыт зымырап өте береді ол. Білесің ма, сен сияқтыларға Сәкен Сейфуллин не деген? Не деген? Мен жастарға сенем деген. Қомаш, ол Мағжан Жұмабаев айтты ғой. Сәкен де сенген шығар, енді бәрі бір өмір сүрді ғой. Сендер не болмайтын әңгіме айтып тұрсыңдар, ей? Мәселелерді қозғайық. Мысалы, Қазақстанда бензин қымбат. Қымбат болса, қолдан жасай салайық та оның. Не қиындығы бар? Мұнайды құясың, үстінен уран себесің, одан кислород шаш жересің, араластырасың. Бұл дайын бензин емес па? Пирог құсап айта салдың ғой сен, е? Ақыры бол духовке салып пісіріп аман ба? Осы футболда Нидерланды мен Голландия ойнаса кім жеңеді? Өзің қалай ойлайсың? Ничия болатын сияқты, екеуі де бірдей ойнайды ғой. Пи-пи-пи-пи. Жігер, не қуып тұрсың? Бүгін қазылар алқасына Нұрсұлтан Құрман ағамыз келіп отыр. Қыздар, если что, бойдақ. Олдыс бойдақ деп отыр, е. Бойдақ деп отыр Олдыс. Маған не қылып айтып тұрсың? Или барып сындырып алайын ба? Естідіңдер ма? Астанада американский горка ашылыпты. ЛРТ дейді оны Бекжан. Соған отырып бір қыдырып қайту керек еді. Сен қыдыру үшін келдің ба Астанаға? Жоқ, неғып кедергі келтіре бересің бізге? Олдас, біле білсең, мен де түні бойы іздендім, еңбектендім. Есен ағам бір видеосын тауып алдым. Дұрыс видео ма айтып? Қарасашы сен. Бар жанарды жаулаған Жайдарман ашық. Сен точно еңбектендің ба? Сен үйде YouTube қарап жатқан сияқтысың ғой? Мен сосын осы ойынға әнші Садыранинді шақырдым. Ол өзі келе алмайтын болғаннан кейін бізге міне мынандай видеосын жіберді. Әкеш телефон. YouTube'ды удалить етіп тасташы надо. Тамашалаймыз, достар. Мылқау гид. Ауылдағы ағылшын сабағы дәл осылай өтеді. Good morning, children. Good morning, teacher. Ал енді сабағымызда осылай 42-тің 23-і. Источник әке. Әке, маған үй жұмысымен көмектесіп жібересіз бе? Қайсы? Аш жеген. Охо, да кетіп қалған мынау. Қызыл линиядан асып кеткен мынау, ой, жарамайды мынау енді. Қойлай бергеші. Жодам. Қайсы ашшы? Ашшы ананы. Қырш. Охо, кетіп қапты оны, ә? 6-шы класс па? 6-шы класс, е. Істегенсің ба ондай? Я, былтыр келген біреу. Болды, бауырын тастап кет, ертең дайын болды, алып кетесің. Поезда дәл осындай апалар жиі кездеседі. Шалым қайтқан 2008-де. Шалым дейм, 2008-де қайтқан. Нау немерем Астанаға апаратыр мемдетуге. Қытайдан бір емші келген дей ма? Бізде де кеше балам шетелден оқудан келді. Ішет, шегет, жұмысқа да тұрған жоқ. Жүр ғой әйтеуір. Мен де балам түрмеден шыққан өткенде. Намаз оқиды.
ішпейді, шекпейді. Ол жақсы апа, сонымен пауэрбанк алатын болдыңыз ба? Не ол пауэрбанктен қоймадың? Жайдарманда танымал, талантты әншілерге көптеген көріністер бар. Алайда танымал емес әншілерге мүлдем көрініс жоқ. Біз соны көрсетеміз деп шештік. Бірақ атын кім екенін айтпаймыз. Өздеріңіз көріп, танып алуларыңыз мүмкін. Сонымен көреміз. Еріндерің балдай, жүрегімді жаулай. Ой, әнші шықпайды менен. Хей, чемпион. Әке, қайдағы чемпион? Мен малшы болғым келеді. Құмай, қайдағы малшы, сен танымал әнші боласың. Ой, қайдағы әнші? Әнші түгілі Инстаграмда маған галочка бермейді ғой. Ой, галочканы сатып аламыз. Ой, даже сатпайды да ғой маған галочканы. Көп сөйлеме, масаған гитара, сен әнші боласың. Қиын қыстау қилы заманда, не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жаны. Сен не істеп аласың? Досымызға көмек берейік деймін ғой. Досың үй құлап қалған жоқ қой? Әшейін әкесімен қырылып қалды ғой. Қайдан алдынан? Ай сайын акиматтан беріп тұрады бізге осылай. Сен өзіңе көмек керек сияқты ғой? Не болды досым, көңіл күйің жоқ қой? Ой, әкем ғой. Темекі шегетін біліп қойды ма? Жоқ, әкем ғой. Қызбен ұстап алды ма? Ой, жоқ, әкем Ставка тігетін біліп қойды. Тоқташы, не артын ашып тұрсың оны? Сан ештеңе айтуға болмайды екен ғой? Не болды? Әкем ғой маған малшы болмайсың дейді, әнші боласың дейді. Сен бір-екі әнін тыңдатып көрсей, сосын қояды өзі айтуын. Қысқасы, досым, әкеңмен мәселелерді шешіп ал. Біз сені әрдайым қолдаймыз. Иә, өз семьяңа араластырмашы біз. Аузың жапшы, жүрші. Осылайша біздің кейіпкеріміз өкінішке орай әнші болады. Ассалаумағалейкум бауыр, мен сені танимын, әнші емессің ба? Иә. Болды, кешке Арай мейрамханасында менің баламның сүндет тойы болады. Міне 100 000 теңге. Мен сені сол тойда көрмейтін болайын. Жас, қазақтың тойы бітпесін. Осылайша біздің кейіпкеріміздің алғашқы концертінен кейін. Ей, досым, не болды? Ой, бір ән айтып болмай жатып, сахнадан қуып жіберді ғой. Тонти, досым, уайымдама. Сен басың істемей ма? Атын айтпаймыз деп келістік қой. Ол эстрада жұлдызы, ренжіп қалса қайтесің? Қайдан білесің, мүмкін залда отқан шығар ол. Ол емес қой? Или сол ма? Жайша тұрдың ба сен? Жаман қорқытып атсың ше адамды. Мен сені танимын ғой, сен Қанат Әбдіраман деген әнші емессің ба? Отыра бер. Не істеп жүрдің мына көріністе? Атын айтпаймыз дедік қой. Болды енді бітіріңдерші, ойнамаймын мен мынандай көрініс. Жүректі жараламай, өткенді араламай, ғашықтар өмір кешсе болмай ма? Бірін сүйген жүрек шаншиды неге күйреп, сезімді бағаласа болмай ма? Жүректі жараламай, өткенді... Ой, рахмет. Рахмет. Құрметті көрермендер, құрметті қазылар алқасы, біз осы ойынға массовкаға ақша құрттық, формаларға ақша құрттық, реквизиттерге ақша құрттық біз. Тоқташ, кімді алдап тұрсың сен? Мен Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің бухгалтериясын алдап тұрмын. Рахмет, СЮ. Жүрегімді сенің тағымен алып, емін таппай жүрек мен емді жазылып, бұлай болмай, шын жол болмай. Рахмет, проект СЮ командасы Сәтбаев университет директоры Мейрам Бегентаевқа өз алғыстарын білдіреді. Ал біз өз кезегімізде жайдарман сайыстарына қолдау көрсеткені үшін Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне алғысымызды білдіреміз. Сондай-ақ жайдарман ойындарына демеуші болып жүрген үшін Макси Чайға алғысымызды білдіреміз. Сондай-ақ
Бүгінгі ойынның өтуіне қолдау көрсеткен үшін Мұстафа бренд дүкендер желісіне де алғысымызды айтамыз. Ортада Тараз әдеби жігіттер. Жайдарман, достық мекені, Freedom Media. Бүгінгі ойын жеңіз, келесі ойын ширек финал. Етістіктерің қайда сен? Оң қоя берші, әзілерің қақта сендердің. Жігіттер, сендер сонда қолдарыңа түскен қағаздың бәрін оқып тастап ғой, сонда Жайдарман жіберген положениесін оқымайсыңдар ма сендер? Жазып қойған жерге күлдіру керек деп. Сен қуасың ба? Положение деп орысша сөйлеп тұрған не? Әдеби жігіттеріміз ғой. Орыс әдебиетін оқыған шығар мен ал. Ойбай, кімдерді оқыдың ал орыстан? Лев Толстой. Лев Толстой. Достоевский. Достоевский. Елеукин. Есенин. Сен көшенің аттарын айтып тұрсың ғой? Көшен солардың құрметіне берген жоқ па? Болмасын екеуің дебат көресіңдер ма? Ассалаумағалейкум Қазақстан! Құрмет достар, құттықтап қойсаңыздар болады. 23 сәуір күні ұлттық кітап күні өтті. Соған орай Астана қаласында кітап көрмесі өтті. Неше түрлі кітаптар тегін таратылып, жәрмеңке өткен ғой. Сол біздің халық қатты мәдениетті болып кеткен ба, әлде сол кітаптардың бәрін оқып тастаған ба, біреуі таласқан жоқ қой? Баяғыда жәрмеңке десе бол талас, талмас. Сол кітап демей жігіттер мен айтқан әдебиеттерді оқып көрдім. Ана әдебиеттердің түсініксіз. Дайрабайдың үйінде бір жан салын естеп жүр. Төлеге мен Баян Сұлу жүріп кеткен бағалай ғой. Жыртық кітап бермеді ма? Құрмет достар, алғашқы әзіл бұрын церковьта жұмыс істеген мұғалім. Бағалар, қоңырау сендер үшін емес, қоңырау бәрімізге. Нұрлан имам маркетологпен жұмыс істесе. Менің айына қалай миллион сауап жинағанымды білгің келсе, жұма күні болатын тегін вебинарыма қатыс. Құрмет достар, Абай Құнанбайұлы кезінде өзінің өлеңдерін досы Қарабайдың атынан шығарған. Сонымен Абай достарымен. Абай, сен неге осы өлеңдерін өз атынан шығармайсың? Ипа Қарабайдың атына ғой мен. Құрмет достар, 25 сәуір күні барлық облыста Zoom арқылы сенбілік өткен болатын. Сонымен белгісіз бір облыста. Сәл оңға. Болды, Аким мырза, енді артыңыз таза емес. Ойбай, қоқыс деп жатырмын, қоқыс деп жатқан. Несесін ол жерді камен алып жинасаңдаршы. Аким мырза, басталды. Құрметті мына отандастар міне. Аким мырза, мынау қатып қалған сияқты. Қатып қалған қалайсың, шаш қайтадан шаш бе. Құрмет достар, көрініске кезек берейік. Әдебиетте барлық жанрды бір-бірімен байланыстыруға болады. Бәріңіз білетін көксерек шағын әңгімесі поэзия жанрында. Ол жақтан, орманнан қайтпай қалған талай аңшы. Ол жақта қасқырлар бар. Абайлашы. Мен бұрын қорқу жайлы ойланбағам. Қасқырды буындырып өлтіру сән қоймаған. Құрмаш, үйге келдім қасқырларды өлтіріп. Міне саған тарту өтем. Кіп кішкентай өлтіріп. Кіп кішкентай деп қойды. Мына өлтірікке ат керек. Кім деп қойсам екен? Көксерек. Ей! Сен бала кетіпсің ғой, шатасы бей. Үйде қасқыр асырау, апасыны. Ой, апа, уайымдамаш бұл қасқырды бағу үшін. Үйдегі қойлардың етін бермеймін. Қасқырды қасқыр ғана асырайды. Безумно можно быть первым. Көксерек, мен үшін таганса тұрасың ба? Анау көршін итімен шығасың ба? Құрмаш, сен бір түрлі әңгіме бастадың ғой. Ауылды рухфайтинг қып тастадың ғой. Оданша біз басқаша жасайықшы. Қазір маған келіп тұр басқа бір ой. Ендіше алдарыңызда айтысатын жергілікті ақын көрші Жұмаштың иті Аққасқа. Оның қарсыласы Азулы ақын орман жақтан келген Көксерек. Ендіше бастайтын Көксерек. Ей, Аққасқа! Иде.
ауылдағы адамдардың бар мұңдары. Саған ғана сеніп жүр малдың бәрі. Сен маған басында олай бұлай мақат етпе. Ит құсап машинаның алдындағы. Айналайын көксөрек, кеттің ғой сен көп сөйлеп. Ауылдағы адамдар сені қатты жек көреді. Абабабабабабабабаб. Дұрыс, көксерек ауылдан кетсін. Ауылдың еттерін жепсін. Жеп жүр бұл. Заттарын жинап беріп қолдарына бұл бәлен қайтар жіберейік орманына. Кетсін. Қасқырдың аузы жесе деған, жемесе ған. Мен қазір кетсем, сендерге қиын болады. Не болды, ұйқасың бітті ма? Рахмет достар. Құрметті қазылар алқасы. Кім өз әдебиетін сыйламаса, оны бағаламаса, ол адамды сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Бұл біздің сөзіміз емес, Мұхтар Әуезовтің сөзі. Тараздық әдеби жігіттер, кино көріңіздер, кітап оқуды да ұмытпаңыздар. Рахмет, Астана. Сөйле қазақша, тілді тазартсаң болмай ма? Сөйле қазақша. Бәрекелді, әдеби жігіттер командасы Дос Принт жарнама агенттігіне өз алғыстарын білдіреді. Жалғастырамыз, енді оралдық көңіл күй, Европолис, Орал. Есіна қайда? Жоқ, Есіна келген жоқ мұ? Бүгін келет дедіңдер ғой Есінағаны. Жоқ, келген жоқ ол болды. Точно ма? Точно. Отыршы әлде тұр ғой? Жоқ дейм, жоқ онда. Жайдарман міне, қараңдаш бүгінгі ойынға ауған соғысының ардагері Азамат Атай келді. Ей. Қайдағы ауған соғысының ардагері соғысқан жоқ ол кісі дейтін. Ол кәм Фридінің директоры. Азамат Атай келді ғой кәдімгі. Келген жоқ ол бүгін дейтін, қуасың ба? Қуасың ба? Мен саған ол кісіні айтып тұрмын ба? Енді. Кәм мені қолдап, өзімнің атам Азамат Атам келіп отыр міне. Сондай ма? Сен тегі шығып алып не айтып өтсің мына жерде? Атаңды көрсетіп. Ондай болмайды, білесің ба? Мына қара сен дейтін қара. Атаңды көрсетпей өйтіп. Міне бүгінгі білесің ғой, бізге дұрыстап ойнау керек. Алдында бізге Ақерке Ескендіров не айтты білесің ба? Сендерге Европолис саяси әжіл жетіспейді деді. Әжіл? Әзіл жетіспейді деді, әзіл. Осы мен түсінбеймін бар ғой, қазылар алқасы не ол бірден жетіспейді деген. Қазылар алқасына әншін келсе ән жетіспейді дейді. Бейшін келсе бей жетіспейді дейді. Күйшін келсе күй жетіспейді деп қойсын. Құрметті ғалым аға, ойыннан кейін тұрма. Европолис сендер өте тамаша ойнадыңдар, күлдірттіңдер, бірақ сендерге тестостерон жетіспейді деп. Рахмет достар. Тойда эмоцияны сезіне алмайтын дәл осындай тамадалар болады. Құрметті қонақтар, менің бүгінгі тойыма келген рахмет. Әкенің орны қатты білінеді. Басқа әкесі барын бәрі қарап қатты қызығам. Жарайсың Мирас бауырым, өзіңнің жүрек жарды тілегіңді білдіріп жатсың. Әкең болғанда бұдан да үлкен ресторан жалдарым ерік деп қояды. Ал жақсы, ал Мирашан жақсы бір сөз есіме түсіп отыр. Қадіріңді бағала атанаңды қадірсің. Міне, жақсы, бағала қадірің... Бағала атанаңды тірісінде бірін бақ, бірін арысым де. Осыдан кейін
жақсы болса атанаң, содан кейін алтында гоғыр жоғыр күмісімде деген екен, құрметті ағайындар. Мінекей, осы жерде ақ дастарханымыздың батасын алу үшін Жарқынбек атамызды ортаға шақырайықшы. Громче, громче, громче! Ай, міне жақсы. Достар, тамашалаймыз. Қылмыс болған жерде собырлардың қасында дәл осындай жігіттер жүреді. Всех подряд, упакуйте. Ты мне фамилию скажи. Бариев Қасырбек. Погромче. Бариев Қасырбек. Осының бәрін армияға. Ана шетте тұрғанда документін бір тексеріп жүріңдер. Рахмет, достар. Рахмет, достар. Достар, тамашалаймыз. Әулетте нағашаққа қат тартып кеткен балдарды бірден байқаймыз. Сонымен тойда. Тілепперге айналайын қара, егранда екі қанатың, әкең мен анаң. Әкеңе қараш міне. Әкең сені өсірді, бақты, қақты. Әкеңнің қолынан бір көтеріп қойшы қане. Ай, бәрекелді. Анаңның қолынан бір көтеріп қой. Ана мен байқап отырмын, өте бір. Ай, бәрекел, әкесі деген махаббаты. Қараш, сенің сабырлы, байсал жігіт екенсің. Ол қасиетін саған кімнен дарыған? Әкемнен дарыған ғой. Басқа не дарысын әкеңнен сен енді? Бүкіл халық көрсін, әкеңмен мақтан. Қане бір көрсетші халыққа әкеңді. Ой, бәрекелді. Рахмет, достар. X-Factor жобасының басында фаворит болып, ортасында қуып кететін дәл осында ерекше қатысушылар болады. Чтобы пригласить следующий участник на сцену. Внимание на экране. Всем привет, меня зовут Анатолий Ли. После первого тура все меня узнают. В данное время я сейчас работаю в кофейне, у меня там долги, кредит там, но музыка всегда в сердцах. А в конце, как говорит моя бабушка, кім-то келет пейт, сол мақсатқа жетпейді. X-Factor, я тебя покоряю. Бәрекелді. Долгожданный наш участник Анатолий Ли. Давайте встречаем. Сколько лет, сколько зим, Анатолий? Снова зима, снова я. Вот эксперты. 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 Вот, посмотрите. Вот, вообще парень изменился, да? Вот имидж, стиль. Шашинка с карткан, да, вот, да. Ну, вообще-то сейчас я болею. У меня почка болит. Скажите, почка. Почка. Вы болеете, да? Да, я болею за Реал Мадрид. Шутник, да, он? Я вам пришел не с пустыми руками. С собой захватил подарок. Наш собственное производство из поселка Надежденька. Называется «Бабушкина пельмешки». Вот, пожалуйста. Вежливый, да? Вежливый. А на халал ма? Давайте обратно заберу. Давайте долгожданный. Итак, встречаем следующий. Вот это. Как это? Соперник. Соперник, да. Вот это действительно. Соперник, профессиональный певец, дәстүрлі әнші, міне. Қарагөз Қабілдина қарсы алайық, міне. Да, Қарагөз, знаем. Да. Қарагөзді мы знаем. В первом туре она удивила, да. Домбырамен сальто жасады Қарагөз. Да, өте күшті. Да, күшті. Есте қалды. Давайте, в общем, сейчас будет батл. Кто не лучше поет, вот. Өтініш, қазақша айта бересіз ба? Да? Я, кім дұрыс айта алмайды, сол келесі турға өтпейді. Онда не істейік, бастайық онда, да? Давайте, пейте. Пойте. Пойте. Давайте, поете! Начинаем батл. Поем. Қарагөз, удачи. Пусть победит сильнейший. То есть я. Очень классно. Той бастанда отырарда, сүрдің соңы бойында, күйдесінде оты жанған қызыл кімнің мойнында. Аңсарда атыған қалая Плюста. Осындай той отырарда бұрын соңды болмаған. Бүгін
рахмет өте күшті айтқан да кәдімгі маған мысалы қаракөздің айтқан өте ұнады По-любому допинг у нее. Допинг емес қоңыр даусымен Кто такие фиксики? Большой секрет. Большой секрет. По-любому Қарагөз, да? По-любому Қарагөз. По-любому Қарагөз мықты. Қарагөз. Давайте тогда проголосуем. Қандай тілде сөйлеп жатыр көші біз? Давайте проголосуем. Проголосуем, дауыс берейік онда, да? Бұл жерде менің дауысым әрине Қарагөзге. Жобада қалатын Қарагөз! Бастойды, да? Келесі кезден көріскенше. Народный чемпион же. Народный любимчик. Плачет, не плачь. Желама, ты же молодой. Почему ты плачешь? Давайте поаплодируем. Аплодируем. Молодец, Анатолий, вообще. Можно я кое-что расскажу в конце? Можно на камеру, да? Уважаемые родители, папа и мама, я вообще-то хотел выиграть этот проект. Я вообще-то хотел выиграть это чертовых 5 миллионов тенге. Нормально. И закрыть долги мамы, папе купить машину Opel Vectra. Ну ладно, хайыр. Жарқырап жайнашы жұлдызымдай менің жаным ау, сайрашы бұлбұлымдай менің жаным. Жадырап жаз күніндей күлімдесеңші, балауса арналады саған әнім. Рахмет. Жалпы ойын соңында. Жалпы құрметті достар, адам бұл дүниеге арманымен бірге дүниеге келеді. Ал біздің арманымыз Жайдарманның чемпионы болу. Бірақ енді арман ретінде қалып қоймасын жігіттер мынау бір. Жігіттер, ондай болмайды. Қараңдар міне. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда. Үлкен адам болу керек ғаламда. Сондықтан да арман мен мақсатқа деген ниеттерің түзу болсын. Осы өлеңді Мұхтар Шаханов атамыз жазып кеткен. Сіздермен бірге болған, өз армандарымен бірге өмір сүретін Европолис Орал. Рахмет, Астана. Сен жанбасың, мен жанбасың, жанады лық-лықтап, алып тұрады. Далада туған, елге қалған, Европолис командасы оралдық кәсіпкер Тілек Ерниязовқа өз алғыстарын білдіреді. Бас серіктесіміз Freedom Ticketing компаниясына алғысымызды білдіреміз. Freedom Super App мобилді қосымшасындағы афиша бөлімінде кино, концерт, театр және басқа да іс-шараларға билеттерді кэшбэкпен сатып ала аласыздар. Freedom Super App қосымшасын жүктеп, кэшбэк алыңыздар. Freedom Ticketing жарқын әсерлер афишасы. Қымбатты қазылар алқасы жоғары ұпай 7. Бірінші ойында естеріңізде болса 5 болған, екінші кезеңде 6 болды, осы ойында 7. Жетінші команда Абырой, Сұңқармет, Сарыағаш, Түркістан облысы. Қызықты концерттерге билеттер, кино мен спорттық ойындарға билеттер, азық-түлік сатып алу, жол билеттері және турлар. Осының барлығы енді бір қосымшада. Freedom Super App, бәріне ыңғайлы. Ей, жандарым кім? Ай сайын кеп қалдық па, сағым қалдырым кәдімгі. Нұрғанат, орныңа тұрсы? Өз орныма тұрайын жігіттер бұл жолы. Бәкеңнің орны да бұл жер. Кімдің орны дейді? Бәкең. Қашында бір бәкен деп қоясыңдар оны? Бағаланды. Бірақ ойын болды ойнаған, бір ойынның өзін қандай ойнады? Аузың жабайсың, сөйлеме вообще, микрофон лақ қойыме. Мен қашан нүреге деп едіңдер? Сен деп өліп қаласың маған? Нұрғанат, жай. Әкеші микрофон сене. Жігіттер айтып қойайын. Ол жүрген жерде мен жүрмеймін. Қорқасың да өткен. Қорқпаймын мен. Кесін сразу құртам көз. Маған бәрібір жігіттер. Ой, бәкеге қалды. Ассалаумағалейкум. Неге деме. Олар тіліңді түсінбейді, сол үшін де вайды. Ашқа барсаң неге деме. Неге
құрту керек қой ондайларды ше. Әшейін подписчик бар, вехей деген мәз айтып жүреді ше жігіттер. Вообще керек. Не болды? тұрсың сен? Микрофон қосып ал бірінші. Не істеп тұрсың сен? Не? Мен шеттете бересіз? Мен сені шеттеттім? Как будто шетелде? Ей, не қос. Бәле. Не? Сен бірінші мен мазақ қылу үшін мендей бол. Бол бір. Сен сияқты бол, оп-оңай маған. Бол ал. Хай, десең. Бәле. Не? Байқадым, сендер мен жақтырмай тұрсыңдар ғой, жақтырмасаңдар кетейін мен. Кеткеніз бәке? Міне, бека айтыр осы. Осы ойынды ойнап, бірақ кетсеңші. Қал демейсіңдер ма? Ондай вариант жоқ па сендерде? Сенгінен бәрі. Сәл ойлансай, бірігейік та, финалға баруды ойла, финалға барсайсың? Барып жүрмін финалға. Көруге. Командаңмен бар да? Өздері ақша жоқ көрмейді, бел көресіңдер ма? Не? Не істесем болады мынаған ше? Кәні микрофон. Қорлық қой мынау еш көліп жүре бересіңдер ма? Жайдарман деген бұл кәдімгі бірігіп ойнайтын ойын ғой бұл. Командалық. Сендер менімен ойнаңдаршы, қиналмай. Менімен жүретін болсаңдар бар ғой, әр ойын ақша беріп отырамыз. Бәке, сізді күттік қой біз. Міне. Жігіттер, онда менімен ойнасаңдар, алдан алған қарызын қайтарып берем. Ақшамыз да керек, өзіміздің ақшамыз. Алдана бересіңдер ма үйсіп? Менімен ойнайтын болсаңдар, әр ойын сайын бір қызбен жүресіңдер. Қыз жақсы да, қыз. Онда менімен ойнасыңдар, мен қызмен жүресіңдер. Әдем. Сен ба жаз жүрген қызыма, Усер 8 сосып бірдеңе деген сен ба, Жүресің ғой, балаларың бәрін қорқытып қойғасын, жігіттер. Менімен ойнайтын болсаңдар, қайтарда ұшақпен ұшасыңдар. Неменеге деп тұрсың, менімен де ұшсыңдар ғой далай. Ойыннан да ол. Зато ұшып жүріп қой, не болды? Не? Күйдірдің ғой сен, әбден. Күйдірем мен. Не? Күйіп қал? Ма істеп тұрған қыра, не істеуге болады, маған айтшы. Бәке, жылы сөйлесең, жыланынан шығады. Көрсеңші жылы сөйлеп. Тұрсын қыра, не жылы сөзінде айсың мына? Нұреге, негізі сіз ше, жайдарманды мұқты ойнайсыз. Мен білмейтін нәрсені айтшы. Жоқ. Осы. Негізі бар ғой, осы 2026 жылғы жайдарманда бар ғой, прайм кезіңіз ғой сіздің. Мына көрерменнің барлығы сізді қашан күлдіреді екен деп тұрады ғой, білесіз ба? Алтын адамсыз ғой сіз деген. Жылан екен ғой мынау таза. Барлығымызға танымал блогер Бейбіт Әлібеков жақында Баян Алагөзованың үйін көрсеткен болатын. Сонымен көреміз, енді кезек Нұрсұлтан Құрман ағамызға келді. Так, ендеше үйге кірейік. Кіріңіз. Әй, шығып кеттіңіз. Қой. Тура бұлай жүресіз, әпшайға ғой. Біздің көрінісіміз батырлар жайында. Ежелден қаншама батырлар тұтқынға түсіп, ерлікпен қаза тапқан болатын. Сонымен көреміз, біздің қиял осындай да батырлар болған шығар. Батырым, берілме. Қиналдың ау әбден. Тұрсандар істемей жетпей жатыр маған еш. Қане, кеше түнде тұтқынға түскендер осылар. Тұрғыз! Тұрыңдар. Сайраңдар, біздің жерде не істеп жүрсіңдер? Мен ек сөйлемеймін, елімді жерімді сатпаймын. Аламын десеңдер басым осы. Мен кетіп қойдым ғой. Сомен, не дейсіңдер? Жаңа айтқандай, біз ек сөйлемейміз. Аламын десең, басымын тұр. Мен айта салам, мен сұрам, айта салам. Доғарындар! Сен біз доғартатын сен емес, бізді. Жағым сындырған мен сағым сындырамайсыңдар. Ұрмай қойысыз ба болды? Мен қиналып отырмын босқа ше. Әдейі кестеп тұрсың сен? Байқай араларында бір дау бар сияқты ғой. Дауларында жекпе-жекпен шешіңдер. Қолдарын босат, қолына қылыш бер. Қазақ, сен айт дегенде бір жек... Сен бұлай сөз тыңдамайсың ба? Әжептәуір әңгіме айтып тұрмын ғой мен. Бер ана қылышты. Қай жеңгеніңе айдай сұлу қызым бар. Соны берем. Қызымды шақырыңдар.
Ей жоңғар, сен үйтіп бізді қызыңмен алдамай ақ қой. Біз қазақ, қанымызды бұзғымыз Қазір Ей, намыссыз! жеңем да тез келем ғой, Ей, намыссыз, жоңғардың табалдырығында күшік күйеу болып жүрмекшісің ба? Ей, қандай күшік күйеу, намысыма кірме! Ренжіме батырым. Ренжігеннен пайда бар ма? Елімізге біреуіміз аман есен қайтуымыз керек. Елге сәлем айт. Сен қой сәлем айтады. Ай. Елге сәлем айт батырым. Батыр, еліме, жеріме, ерлікпен қаза тапты дерсің. Айтам. Батыр. Ата-анама ұлыңыз батыр болды деңсің. Айтарсың. Айтам. Сосын. Сен қосай бұл. Маған мына батырдың вайны ұнады. Ой, игра ойын ұнады. Анамның берген орамалы құтқарып қалған секілді. Орамалы құтқарып қалды ма қылышты? Қызымды осы батырға берем. Ой, маған ба? Адам таниды екенсіз. Ризамын. Қайната, тамаша болды. Бұны өлтіріп те құтыла алмаймын сонда мен не? Бір сестраң бірдеңе бар ма? Қайта бажа болайын. Рахмет. Құрметті көрермендер. Айтыңыз Нұреке. Жоқ, бәке айта беріңіз. Жоқ, айтыңыз. Құрметті көрермендер, сөз соңында сіздермен бірге болған деп айтуға керек қой, шінде оңай ғой, Оңай. Абырой Шымкент. Абырой Сұңқармет командасы Сұңқармет клиникасының бас дәрігері Дәулет Тайрахуновқа өз алғыстарын білдіреді. Ойын аяғына жақындадық. Командалары сахнаға. Жайдарман сайыстарына қолдау көрсеткен үшін Аманат партиясы жастар рухы жастар қанатына өз алғысымызды білдіреміз. Ойын туралы Бұхар Марат. Бір микрофонды қосуды да ұмытқап, Месінаға қазылар алқасына шақырғаныңызға көп рахмет. Командалар сіздердің қалай қобалжып тұрғандарыңызды, осыған дейін дайындық кезінде қандай әсерде, эмоцияда жүргендеріңіз барлығын сіздермен бірге сезініп тұрмын. Әр командаға тоқталмай қойын. Әуезов құрамасы ойынды ашудан мастер болғанын сияқтысыздар. Суит командасына динамика үшін көп рахмет. Әдеби жігіттерге поэзия мен шығарылған көріністеріңіз үшін рахмет. Европолис жігіттер Оралдан шыққан командалардың планкасын төмен түсірмегендеріңіз үшін рахмет. Жоқ, әрқайсына тоқталмай қойын дегенім сол ғой. Сол үшін абыройды ұмытып кеттің бе? Бәрі күтіп отырған жақта. Ассалаумағалейкум, кеш жарық. Құрметті жайдарман сүйер қауым. Жайдарман топта алғашқы ойындарда болған жоқпыз. Бүгін мінекей сағынып келіп отырмыз. Шақыртуларыңызға рахмет. Негізі дәл осы алдыңғы ойында болмаған кезде, осы ойында болған азаматтардан кейін видео хостинг, яғни ютубтан көрген азаматтардан сұрасақ, аса қатты қызық болған жоқ деп жатады. Бірақ мына командадан көп дүние күтіп қалдық. Мына команда сәл осалдау екен, биыл дайын емес дейді. Бірақ бүгін шыққан командалардың барлығы дерлік өз деңгейінде ойнап шықты. Көрермен көзайымына айналды. Барлығы күлдіртті ғой, барлығы жақсы ой салды. Демек, бүгінгі ойынның бәсі жоғары жақсы дайындалып келді деген сөз. Әуезов құрамасы, жігіттер, ымға түсінген, яғни біз түсініп отырмыз, барлығын білеміз. Ең басы бәрі дұрыс болады деген ойдамыз. Сәлемдемені қабыл алдық. Естейтін құлақ естейді деген ойдамыз. Семей Әуезов құрамасы жалпы былтыр мен ойындарды көрген кезде жақсы екен.
тревелге де бір ойнап қайтқыларыңыз келіп тұрған сияқты көрінді бір жағынан. Енді ештеңе етпес, ең бастысы команданың дәл осы жайдарман топтағы жорығы ұзағынан болсын дегім келеді. Жігіттер жарайсыздар, рахмет. Суит, бүгін бірінші рет көріп отырмын, тірідей, алдында желіде көруші едік, еркелік, батылдық, бір үйлесім тапқан команда екен, қылықтарыңыз жарасып тұр, ешқандай ерсілік көріп тұрған жоқпын. Тамаша, жақсы, әдемі, тілдері таза. Қарабау құрамасы, мінекей үнемі жылда, маусымда, бір ойында кейде атып кетеді, бір ойында бір кем дүние орын алып жатады. Бүгін шыны керек бір ортасы болды, жақсы. СТОшник, Алиса мен Блок деген өте керемет болды, тапқырлық өте жақсы, рахмет сіздерге. Проект СУ-дің СТОшник және енді оның жасыратын ештеңесі жоқ. Пончи Жорабековті келтірген қойылым өте керемет өтті, өтінді дүние. Және бір айтарым, мен туралы бір әзіл болды, бірақ түсінген жоқ, аса қатты өткен жоқ. Егер редакторлар өтпейді десе, өздеріңізде күмән болмаса, ол әзілді ойнаудың қажет жоқ деп ойлаймын, ескересіз деген ойдамын. Әдеби жігіттер, тамаша, ИП Қарабай жақсы өтті. Көксерек қойылымы әдеби жігіттерден жақсы орын алды. Тамаша, Тараздан да осындай командалардың бар екеніне қуаныштымын, өте қуаныштымын, жақсы. Мен бастапқыда күмәнмен қарайтын, мыналар шыны керек жай ғана образ болғаннан кейін, осындай бағыт болғаннан кейін өз-өздерін қинап әдеби жанры таңдаған шығар деп, бірақ уақыт өте келе осы бағытпен дос екендерін көрсетіп жатыр. Ұзағынан болсын дегіміз келеді. Европолис биыл енді кураж ұстап алған, көрініп тұр. Биыл енді Бавария мен Европолистің схемасы мен стандарттары нәтиже беріп тұрған сияқты, алынбайтын қамал жоқ ау. Абай, Сарағаш, жігіттер, жақсы тандем, жақсы образ, екеулеріңіздің кәдімгі өзгелерге үлгі болатын, сіздерден кейінгі командаларда осындай образды қайталайтын бір жақсы үлгі тудырушы команда болып келе жатсыздар. Жақсы жолдарыңыз ұзағынан болсын, Сарағаштың атын жақсы жағынан күлдіріп шығара беріңіздер. Сол мақсатта құрылған шығар, Сарағаштың атынан шығып деген ойдамын. Сіздерге де ескерту, бағана жігіттерге жасағандай, мен туралы әзіл өтпесе, оны қойдың қажет жоқ. Рахмет сіздерге. Ақерке? Баршаңызға қайырлы кеш, командаларға әдеттегідей ойын үшін рахмет, қыздарға ерекше драйв үшін рахмет, Әуезов құрамасына қойылым үшін рахмет. Қарабауға өткенде айтылғанды ескеріп, бүгін жаңаша ойын көрсеткендеріңіз үшін рахмет. Енді әр команда өз деңгейінде жақсы ойын көрсетті. Командалармен түрлі лигада бірге болғандықтан, енді ойында сыни көзбен емес, әрдайым әрқайсыңыз үшін шынымен де уайымдап қараймын. Сондықтан да тағы да ойын үшін рахмет, алдағы уақытта сәттілік. Рахмет. Ғалым. Құрметті командалар, көп-көп рахмет. Барлықтарыңыз өте әдемі ойын көрсеттіңіздер. Әрқайсысы өз стилін жоғалтпай, және сахнадағы еркіндіктеріңіз өздеріңізге әдем жарасып тұрды. Артық ешкім кеткен жоқ. Өте тамаша ойын болды. Суит, мен командам десең, өте жақсы. Мына үлкен командалардың ортасында сіздер кішкентай болып қалған жоқсыздар. Өте үлкен деңгей көрсеттіңіздер. Рахмет. Марат Қамбарұлы. Ассалаумағалейкум Еснаға, ассалаумағалейкум құрметті достар. Не істей жүргесіңдер, мен жоқ кезінде деп бастасаң. Еснаға енді, не деймін, командаларға жеке-жеке тоқталмай-ақ қойайын. Оларды особо қатты жеке-жеке тоқталып атқан жоқ қой. Мен бүгіннен бастап түсінгенім, мен Ордабасын және Анатолий Лидің жанкүйері болам. Команданың емес, именно Анатолий Лидің ғана. Команда ұнамайды маған онша. Әсіресе Ескендір деген бала жақында Туысқан деген кинодан көрдім. Онша ойнай алмапты, бірақ кино өте керемет. Сол, Еснаға айтарым. Қысқа нұсқа ғой бізде. Көп рахмет. Ұпай сандарына кезек берейік. Жоғары ұпай 7. Әуезов. 6, 7, 6, 4. Суит. 7, 5. Қарабау. 6, 7, 6, 4. Қошеметтеп отырыңыздар. Проект СУ.
5-7-6-7-6. Әдеби жігіттер. 6-7-6-6-4. Европолис. 7-7-7-7-7. Аброй. 6-7-7-7-6. Ұпай сандары. Әуезов құрамасы 5,8, Қарабау 5,8, әдеби жігіттер 5,8, Суит 6,6, Аброй 6,6, Проект СЮ 6,2, Европолис толық 7 ұпай. Бүгінгі сайыстан тікелей ширек финалға жолдама алатын 4 команда. Олар Проект СЮ, Суит, Аброй және Европолис Орал. Қымбатты достар, баршаңызға рахмет. Жайдарманның жайдар сайыстарында жолыққанша аман сау болыңыздар. Біздің команданың ойыны YouTube арнасына шықты. Осы сілтеме арқылы кіріп тамашаласаңыздар болады.